Дозасы 3 еселенген иммунитетті көтеретін сусын дайындаймыз. Бұл сусынды дайындап ішетін болсаңыз, кәртеймейсіз, әрі ауырмайсыз. Дәл қазір тұмаудың өршіп тұрған уақытысында міндетті түрде дайындап жасап ішіп көріңіздер. Алдымен лимон, апельсин, имбир осының барлығының сыртын толықтай ашып тазартып аламыз. Және 4 бұрыштылап өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай турайсыздар. Арасында дәнегі болмағаны жақсы. Үлкенде отысқа барлығын салып, куркума қосамыз. Куркума қосу міндетті емес, тек түс беру үшін. Және табиғи бал қосып, барлығын жақсылап блендермен еземіз. Осындай сұйық масса дайын болады. Бұны морозильникке қатырып сақтасаңыздар болады. Түрлі формаларға құйып, немесе осындай ыдыстарыңыз болса, осыған да құйып, холодильникке қойып қойсаңыздар да болады. Жылы суға қосып, яғни қайнаған суға қосып, міндетті түрде азанда ішсеңіздер иммунитеттеріңізді көтереді, әрі ауырмайсыз, әрі бұл сусынды ішсеңіз кәртеймейсіз.